иә? Көрсетеміз ғой, да? Или көрсетпейміз ба? Давайте былай қылайық. Қазір Сәбит ағам алдыға шығып, төрге дейін ассалаумағалейкум, армысыздар деп жүрегіңіздің тұсын ұстап, барлықтарыңызбен алаңдасып шығады. Сол кезде барлықтарыңыз орындарыңыздан тұрып, как будто Геннадий Головкин сол бойға шығып бара жатқандай болыңыздар. Түсінікті ғой, иә? Дайынсыздар ма? Архив дайындасыздар! Bir toy болып жатыр екен да, айтады, сіздерде не той болып жатыр дейді. Бізде Айжанның ұзатуы не болып деймін ғой? Мә, сіздерге келген қонақтар күшті екен дейді. Не болып қалды десем, ол кісілердің ұрған қошеметтері, шынайы ниеттер бізге жетіп жатыр дейді ғой. Қошеметтеріңіз білдіріп аяғын соққып жатыр. Ағамыз бен анамыз әдемілеп көптеген сыйлықтар алды. Иә, арнайы сіздердің құрметтеріңізге тегін таратайықшы. Мен қарап тұрсам, бәрі тегін. Бәрі шынайы ниетпен келген. Жаңа біз екі жаққа бөліп алдық қой, ән айтқызайық. Сіздерді енді орындарыңызға жайғастырса, мархабат орындарыңызға жайғаса беріңіздер. Рахмет, қалай жасайық? Алай бол, сен жақ бірінші бастасын. Иә. Ал енді құрметті ағайындар, дәл қазір өлең қосылады. Сол өлең өшкен жерден әрмен қарай әдемілеп жалғап алып кетуіміз керек. Жүздеріңізге қарасам, ән айтатын кісі сияқтысыздар. Тойға барып жүрсіздер, дауыс бар, талай қызғалықты болдыңыздар. Ал, олай болса, маэстро музыку бірінші өлең көрейік. Кеттік. Армандастар, абзал достар. Ай, бәрекелді, қошемет. Браво! Күшті шулайды екен, базар жоқ. Бізде абай бұл андай кісілер бар. Қайда келгенін білмейтін. Тойда отырған жоқ, басқа жақта отыр. Ондай кісілер команданы артқа тартады. Олай отырмаңыздар, еркін қысылмай. Сіздердің жан рахаттарыңыз үшін осындай әдемі дастархан жайылып отыр. Енді абай бұл сенің командаң. Ал олай болса біздің команда дайын отырыңыздар, дауыстарыңызды распевка керек па? Деп қойыңыздар бәріктарыңыз. Ал, 1, 2, 3, кеттік. Қануа балаймын, мен сені сүйемін. Ай, бәрекелді қош. Браво! Атыра! Ай, бәрекелді. Аға, қол көтерін, аға жерде аға. Билет келіңіз аға, билет. Аға, келіңіз. Шудың бойында дұрыс. Енді айтқызып көрейік. Иә, айтқызып көрейік. Ал шудың бойында ағараны тыңдап жүргеніз айтып беріп кішкене. Шудың бойында. Шудың бойында түрлі нәрсе болады, білмейміз. Шудың бойымен аяқтадыңыз. Рахмет. Мына сыйлық осы тойда не істеліп болсын. Как всегда зарядта жүріңіз. Анда көріп сізге. Мына қолымызда тұрған арнайы сыйлық. Это не китайский. Это не барахолский. Это технодомский, гарантиясымен. Да. Бұл енді көбінесе жастарға керек қой. Үлкендерді кез жас сияқты. Поwerbank деген неге білесіздер ғой бәріңіз. Сосын зарядтаймыз. Ал келесі әндай болсаңыз. Келіңіз, музыка қосады. Бұл қандай ән? Достарым менің золотой дейді. Айтсаңыз. Примерно. Достарым
Dostlarım benim zavadoy. Жүрегім менің молодой. Жүрегім менің молодой. Аха. Игза мен сізге жазып бергендей болдым ғой. Рахмет, қошеметтеп қойыңыздар. Нормально болса болды. Мәссаған. Мына ағама давайте живой қошемет жасайықшы. Бұндай деген тойды көтеру деген қараңыздаршы. Қандай ән? Дұрыс айтсам, ең бағалы сыйлық. Қалай қарағым. 30-тан асып барамын. Ойбай. Бітті ме не? 30-тан. 45-ге жақындап, сәбеттік тойда кеп жарағым. Ай бәрекелді. Ай, бәрекелді қошемет болсын. Аға, есіміңіз? Жұрынып жақсылық. Есімі ұмытып қалды ма деп шошып кеттім ғой. Сәбеттік курс досым. Ай, аға, бойыңыздағы күш қуатыңыз таусылмасын. Сізді көріп шынайы қуанып тұрмын. Мына ең бағалы сыйлық арнайы сіз үшін аға. Это не китайский. Дәуір Ахмет. Қошеметтеріңіз жоқ қойсаңыздар болады. Оригинал. Бізде Сәбит ағам ақшалай сыйлық берді ғой. Иә, дәл қазір соның 5000 теңгесін ойнатайық. 5000 теңгесін ойнатайық менің. Біз былай жасаймыз, абай бұл. Кім жақсы билеп шығады ғой, ағам сияқты сол кісіге береміз. Бізде әлі 15000 теңге бар. Сыйлықтан бөлек. Келесі музыкадай болсаңыз кеттік. Әнді айтса, полный 5000 теңге береміз. Болмаса мына сыйлықты. Коньяки. Музыка тағы бір рет тыңдап жіберейікші. Қалай ол сіз ана шықпай тұрып есіңізде болғанда шыққасын ұмытып қалдыңыз? негізі әнді тапты. Дұрыс. Әндің сөзін айтқанда 5000 деген алады деген статья. Рахмет, орныңызға бара ғой. Қарайықшы. Мына бұл 5000 теңгенше әдемілеп айтып берген бір күшті билеген кісіге берейікші. Кет, ал, қоса. Давайте. Вот, келіңіз. Аға, осы кісіге бірінші көтерді. Қоса. Бір-екі движение жасап 5000 теңге ала алмайсың ғой? Яғни давай, қайтадан баршы. Осы жерден билейсіз ба? Маэстро, керемет. Осы жерден билейді ол кісі. Маэстромыз, кеттік. Ана не ғой осыдан шоу балеттің қыздарына кете береді. Әнді түгел айтылама. Толғанайды әнді айтып берсеңізші. Айта алмасаңыз, отырыңыз. Қазір, абай бұл сен жақтан шықты ғой. Осы әнге әпкемді шақырайын. Музыка поехали, кеттік. Падеш. Бұл қандай ән? Әннің сөзін айтсаңыз, әндеді 5000 теңгені аласыз. Қыздар-ай, қиылған қасың қандай, ашық көз алма мойын. Мөлдіреген қыздар-ай. Рахмет, 5000 теңгені алыңызшы. Бүгін ана Яндекстегі бизнес плюспен қайтатын болдыңыз ғой. Болсын, соңғы ән болсын. Ал, кеттік. Қоса қойыңыз. Стоп. Келіңіз. Дайынсыз ба? Маэстро музыку кеттік.
бұл ән Шапалақты ұрып қаспенен. музыкасы бола ма? Болды, музыка керек емес ары қарай. Енді айтыңыз. айтыңыз. Есіне түсті ма тәтемнің? Шапалақты ұрып қаспенен. Нанайыңыз дұрыс. Бәрекелді. Бұл нананай деген керемет өлең болды. Жоқ, біз келген қонақтарға ренжітпей сыйлықты береміз. Ала қоямыз. Мінекей. Қошеметтеп қойыңыздар. Мен жақтан бар ма осы әнді айта алатын кісі сыйлық беремін. Бір жақсылап айтатын кісі бар ма? Кім бар? Шапалақты ұрып қаспенен. Кім айтады? Келесі айтасыз, сыйлықты аласыз кетесіз. Кім мен жақтан шанс беріп тұрмын? Кім? Біз жақта жоқ абай сен жақта. Только мен жақта бар шығар. Жақсылап бір айтып беретін кісі бар ма? Енді қадірлі ағайын, бір-бірлеріңізге қошеметтеріңізді рұқсат қойсаңыздар болады. Иә, сыйлықтарыңыз құтты болсын. Иә, той болғаннан кейін әзіл болсын, ойын болсын, би болсын, көңілді болсын деген ниетпен осыны беріп жатырмыз. Енді қадірлі ағайын, мына бүгінгі кеште мына төрімізден орын алған біздің жаңа құдаларымыз бар. Сол кісілерді арнайлап ортаға ақ тілекке шақырғанды жөн көріп отырмыз, қадірлі ағайын. Бәрекелді құрметті ағайындар, құдаларды қарсылайық патшадай, патшадан да артық бізге ойпырмай. Міне осы біздің құда ағайын, құдамыз деп жар салайық, айғайлайық деп айтамын. Сондықтан да құдаларды құрмет қошеметпен бүгінгі кешімізге келген жаңа құдаларды орнымыздан тұрып, шамалақ тұрып, қарсылайық. Кезінде елімізге 40-тан астам қала салып берген Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев өзінің кеңсесіне ән падишасы Шәмші Қалдаяқовты шақырып, бұлай сұрап жатыр деседі. Шәмші, сен өзі көптеген әндердің партиясын орындаған азаматсың. Сол әнді тірілтетін сөз деген құдіретті күш бар. Сол сөз басталмай ма? Неге ана дейміз, апа дейміз, одан кейін қосарланып жүретін ә деген әріп бар емес пе? Әже дейміз, әпке дейміз, әпеш дейміз. Одан кейін мына адам баласындағы сана Шәмші Қалдаяқов демекеу. Мен неге қ демейін? Бізді жаратқан Құдай дегендегі қай емес па? Қасиетті қақпа, қажылық, Құран дегендегі қай емес па? Қазақ дегендегі қай емес па? Қазақтың сүйіп жейтін тағамы, қазық ата, қымыз, қымыран дегендегі қай емес па? Даған со, Қонаев дегендегі қай емес па? Қалдаяқов дегендегі қай емес па? Және де мына қазақтың ішінде бір саты жоғары тұратын құда, құдағи, құда бала. Әнеки құдағи жаңа түскен келіндей сұлу болдыңыз. Бәрекелді. Құдағиға қошеметтеп қойыңыздар. Балаларымызға неге бір қошемет аямай соғытпаймыз, қадірлі ағайын. Баршаларыңыз шаңырақтарыңызда осындай той болсын. Енді жылы орындарыңызға жайғасың. Жақсы, құтты келін болсын. Балалар бақытты болсын. Ал енді әріптестерге бір қошеметтеп, сіздердің өлең айтатындарыңызды білеміз. Паш етіңіздерші бізге. Кеш жарық құрметті тойшыл қауым. Бүгінгі мына Алматының төрінде хан сарайында болып жатқан тойға қош келдіңіздер. Бұл той біздің орталық Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік архивінің тойы.
Сәбит Хамытбекұлы мен Албаның тойы. Тойға ұласа берсін. Айжантай, балапаным, саған деген тілегімді мен бір ауыз өлең жолымен айтып берейін. Бақытты болыңдар. Көңілімнің көккен едің, жаныма нұр төккен едің. Ядағы қонысыңа құшты болып кеткен едің. Ақ ниетпен ақ тілегім, барған жерге бақ тілегім. Дәл қазір құрмет қошеметпен ортаға әкеңді Сәбит ағамыз шақырып келіп отырсыз.
Енді шыны керек жастардың дауысы естілмей жатыр. Музыка болса ғой. Главное өзің тастама. Құрмет қошеметтеріңізбен шоу балет баян қыздарын шақырайық ортаға. Біз баянның қыздары. Табелесті кешіріңіздер, беретін жерлер өшіп қалған ғой, содан кейін біле алмай жатыр. А так классно. Да, позитивно. Мен сіз естілмеді? Бидің стилін ойлап тапты ғой осы жерде. Мынау деген жаңашылдық болды құрбан. Жоқ, бұл бел қатынаған ғой, бұл кісі оңай емес қой. Бірақ шын ниетімен Да, конечно. Кіміңіз? Әбден дайын болса, музыка дайын болса, ортаға тұрасыз. Кеттік баян келеге. Ал болса. Міне, ұзату той болып жатыр, керемет той. Енді өздерін айта берсе шек жоқ мақтайтын. Екеуің де рухани жолда жүрген, халыққа адал қызмет жасап жатқан үлгілі отбасысыңдар. Мен Сәбиттің курс досымын. Сәбит екеуміз абитуриент кезден бірге доспыз. Міне, осы уақыттан бері бірге біздің досымыз жалғасып келе жатыр. Сәбит алма, қуаныштарыңызға ортақпыз. Біздің достардың атынан екі жас бақытты болсын. Енді алма Сәбит, мына бүгінгі керемет Айжанның ұзату тойы болсын, бақытты болсын, барған жеріне балдай батып, судай сіңсін. Той негізі 21 ғасырдың зиялы қауымының тойы болып отыр Сәке. Бұл сіздің еңіз. Негізі Сәкеңнің еңбегі, менің білуімше, бұл Сәкен қазіргі Қазақстандағы қызыл қанды кеңес үкіметіне қарсы тұра білген, алашты жоқтығын жоқтап жүрген бірде-бір тарихшы. Осы Сәкеннің бүгінгі тойына мен риза болып отырмын. Сәкен, қызымыз бақытты болсын. Тағы бір айтатын, бұл енді бұл кісілер ғылым саласындағы адамдар ғой. Сәкен тарих ғылымдарының кандидаты, Алма жеңгеміз тіл саласында PhD доктор. Айжан қызымыз енді жаңа айтып кетті, бәрі кішкентай кезде балапан болып жүріп, мына бой жетті. Бақытты болыңдар. Той құтты болсын, той боласын. Бақытты болсын.
айтыңызшы. Анаргүл дұрыс емес деп айтсам дұрыс емес болып қалады. Дұрыс, иә, бәрекелді. Анаргүл, сыйлығыңыз мінекей сізге. Келесі. Олар ағайдан жары. Қабағынан бұрын жылы қабағын ұсынатын, есігі ашық, түрі жазы, келген қонаққа алып ұшып, қойын сойып, қымызын ұсынатын, қазақи салт дәстүрге адал, сондай керемет отбасылардың бірі Қадыр ағайын. Енді осындай кісілердің кереметтей қуанышын бөліскелі отырған сіздерге де алғысымыз шексіз. Енді құрметті туған туыс, ағайын жекжат, бауырлар, бөлелер, жиендер, күйеу балалар, бажалар, қарындастар, інілер, сіңлілер, анашым, мына жердегі әріптестерім, достарым, барлықтарыңызға көп рахмет. қошеметтеріңізді аямай соққысаңыздар. Ұзату рәсімін бастайық, ақ батасын беріп, арнайлап ұзататын боламыз. Sevgilisi giysin, körükte. Бақтыңдар. Той құтты болсын, той боласың. Сәке алма, той күшті өтті, тамаша өтті. Сәттілік.